Asil Style Breakfast kanalına hoş geldinizler. Bugün sizlerдің назарларыңызға түрімен де, дәмімен де көңілдеріңізден шығатын гарнирдің дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Картопты қабығымен жейтін болғандықтан міндетті түрде жақсылап жуып, кептіріп, видеода көрсетілгендей ағаш таяқшаның көмегімен картопқа жақын, яғни тығыз орналастырып, тілімдерге кесіп шығыңыздар. Ағаш таяқшаны қолдануымыздың себебі пышақпен картопты тілімдеген кезде пышақ бір жерде бітеді, және де картоптың түрі видеода көрсетілгендей бірыңғай әдемі болады. Соус үшін өзіңіздің ұнайтын майыңызды қолданыңыз. Мен осы жол күнбағыс май мен зәйтүн майын араластырдым. Ішіне тұз, бұрыш, сарымсақ қосып, аскөк қостым. Аскөк бұл укроп. Дайындаған соусыңызды картоптың үстіне жақсылап құйып, араластырып алыңыздар, және де міндетті түрде әрбір картопты видеода көрсетілгендей ашып, ортасына майдың, яғни біздің соусымыздың жақсылап пісуін қадағалаңыз. Картоптарды алдын ала 180-190 дәрежеге дейін қыздырылған пеште дайын болғанға дейін пісіріңіз. Пісіру барысы, яғни уақыты картоптың көлеміне байланысты болады. Видеодағыдай картоптар, яғни кішігірім картоптар 40-50 минутта пісті. Назарларыңызға рахмет. Әр сенбі жаңа рецепті өткізіп алмау үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.